Сәлем қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін міне 22 жылдың күз мезгілі бітіп, қыстың бірінші күні басталды. Далада әппақ қар, аяз дегендей. Міне деп қылшын сүйреп бізге қыста жетті. Бұл өзінің бір әдемілігімен, өзінің бір тазалығымен, өзінің бір суықтығымен қыс дегеннің өзі бір керемет көрікті. Қыстан кейбір адамдар ләззат алады. Себебі жылбырап, езіліп жатқанның бәрі қатады. Бұған қарап не түсінуге болады? Ештеңе шексіз емес екені. Әрбір дүниенің жететін шегі бар. Шегіне жетеді, не нәрсе болсын аяқталады. Сіздің бүгінгі уайымыңыз, ойлап жүрген, анау бітпейді-ау деп жүрген кредитіңіз, ауруыңыз, жастығыңыз, кәрілігіңіз, кедейлігіңіз, байлығыңыз, күлкіңіз, қайғыңыз, барлығының шегі бар. Шегі жеткен күні бәрі аяқталады. Сондықтан ештеңе шексіз деп ойламаңыз. Шегі бар екенінің мынау белгісі. Осыдан табиғаттан ақ ғибрат алуымызға болады біз. Біз жазда жүрдік. Қыс болмайтындай. Қыс келді бүгін. Бірақ оған қарап жаз болмайды деуге болмайды. Кімнің қандай проблемасы бар, оған қарамастан 24 сағат өтіп, күн артынан күн, түн артынан түн өтіп, осылай өмір жалғаса береді. Ендеше ештеңеге уайымдамаңыздар. Барлығы уақытша. Уақытша өмірде әрбір сәтіңіз, әрбір күніңізді бақытқа толы, гармонияға толы, сенімділікке толы, мейірімге толтырып өткізіңіз. Сіздің неше күн өмір сүргеніңіз, неше жыл өмір сүргеніңіз маңызды емес. Не жинап, сіздің сандығыңызға ненің қалғандығы маңызды. Ендеше әрбір ісімізге Алла берекет берсін.